Теңдеуді шешіп, түбірдің 2 еселенген мәнін табыңыз. Мына жақта бізде теңдеу берілген. Теңдеуді пропорция тәсілі арқылы шығарамыз. Алдымен мына жерде қарасаңыз, оңай амалдары шығарылмаған. Оны алдымен ықшамдаймыз. Мына жерде көшіремін. 2 жақшаның ішінде x азайту 5 бөлімінде 3 қосу 11, 1-ден 14 деп жаза саламын. Енді мына жерде алымында 13 азайту 2 ол 11, 5-ті 11-ге көбейтсем шығады 55. Бөлімінде мына жақта 18 қосылған 4 ол 22. Енді қараңыз, не істеуге тағы болады мына жақта. Осы жердегі 55 пен 22 қысқартылатын сандар. Екеуі де 11 санының еселіктері. Сол үшін екеуін 11-ге бөлгенде мына жақта шығады 5, мына жерде шығады 2. Болды. Енді мына жақта ештеме қысқартылмайды. Бірақ мына жақта да қысқартуға болады 2 мен 14-ті. Оларды қысқартамын. Мына жақта 1, мына жерге 7. Енді астына қысқартылған түрін жазамын. X азайтылған 5 бөлу 7 тең болады 5 бөлу 2. Сонда мына жерде теңдеу берілген. Ықшамдалған түрі мынаның осы жерде. Енді оны шығарамыз. Пропорция негізі қасиетін қолданып. Пропорция негізі қасиеті қандай бізде? Оның шеткі, осы теңдеудің шеткі мүшелерінің көбейтіндісі, оның ортаңғы мүшелердің көбейтіндісіне тең. Сонда мына екеуін бір-біріне көбейткенде, және мына екеуін бір-біріне көбейткенде бірдей сандар шығады. Мысал келтірсем сендерге. Қараңыз. 1 бөлу 2 және 5 бөлу 10 ол бірдей бөлшектер. Мына жерде жартысы, мына жерде жартысы. Және пропорция негізі қасиетін осы теңдікте қолдансақ, қараңыз. 1 мен 10-ды бір-біріне көбейтеміз, шығады 10. 5 пен 2-ні бір-біріне көбейтеміз, шығады 10. 10 10-ға тең болса, мына жерде пропорция негізі қасиеті жұмыс істейді. Және дәл сол қасиетті осы жерде қолданамыз. Біз x азайту 5 көбейтеміз оны 2-ге, 2-ні көбейтеміз x азайту 5-ке тең, басқа жақта 7-ні көбейтеміз 5-ке. Мына жерде шығады. Жақшаның алдында тұрған сан осы. Жақшаның ішіндегі әрбір санға көбейтіледі. 2x азайту 10 болады. Қараңыз, 2x азайту, мына жерде 5 көбейту 2, 10 жаза салдым. Енді мына жерде бізде 35. Жалғастырамын. 2x-ті мәнін табамыз, тең дейміз. Егер осы жерде сан азайтылатын болса, ол басқа жаққа барғанда ол қосылады. Өйткені қараңыз, мына жақта үлкен бір сан, сол саннан бір санды азайтқанда ол кемейді және 35 болып қалды. Енді сол санды бастапқысын табу үшін 35-ке 10-ды қосамыз. 2x-тің мәні тең болады мына жақта, енді 45-ке. Ал x-тің мәні тең болады. 45-ті бөлеміз 2-ге. 45-ті бөлгенде 2-ге бізде шығады 22 бүтін 5. 22 бүтін 5 осы теңдеудің жауабы. Енді теңдеуді шешіп, түбірдің 2 еселенген мәнін табыңыз дейді. Қараңыз, мына жақта осында 2 еселенген мәні деп жазылып тұр. Сонда мына жауабымызды осы жерге жауапқа жазбаймызды. Бірінші оны 2 еселейміз. 2-ке көбейтеміз. 22 бүтін 5 көбейтілген 2 тең болады 45-ке тең. Сонда осы сұрақтың жауабы тең болу керек 45-ке. Өйткені 2 еселенген мәнін сұрады түбірдің. Жауаптардың ішінде С жауабы дұрыс 45.